Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бүгінгі кешімізге қош келдіңіздер. Менің есімім Асемхан Ақпаев. Бүгінгі кештің жүргізушісі, модератор деп айтсақ болады. Жалпы, бүгінгі кеш туралы қысқаша. Өздеріңіз білетін Нұрбол Маратұлы халық ауыз әдебиетін кеңінен меңгерген заманауи әңгімеші. Ал мен сол әңгімелерді естіп, тыңдап, неге ол әңгімелерді жалғыз мен естуім керек, неге біздің тек қана бір кішкентай орта есту керек ол әңгімелерді, неге кеңінен тарамасқа деген ойды жеткізушімін. Халық ауыз әдебиетін тыңдап өскен адамның аузынан сөз естіп, әркім өзінше мейлінше бір пайдалы ақпарат алып қалса екен, ұлттық кодты оятатын бір жоба жасаса екен деген ниетпен, былтыр біздер тыңдалмаған сөз жетім атты жобаны бастаған болатынбыз. Сол жобаның аясында халықпен алғашқы кездесуімізді де жасап үлгердік. Ғибратта әңгімелер кеші деген кеш жасадық. Ол жерде араларыңызда болғандарыңызда бар шығар. Меніңше кеш сәтті өтті. Жалпы бағдарламамыз сәтті өтті. Үйтіп айтуға себеп, біздің сол кештен кейін көптеген адамдар бұл кештің жалғасы бола ма, немесе басқа қалаларға да шақырып жатқандар болды. Сол әңгімелерге қарап, демек бұл жоба сәтті. Демек бұл біз керек нәрсені бере алдық деп ойладық. Сөйттік те келесі тыңдалмаған сөз жетімнің екінші түрін қалай жасаймыз деген ойда жүрген кезде біздің командамызда сол сәттері Алматы шаһарында интернет желісінде хит болып жатырған кітапхан жобасы болып жатты. Сол жердің тұрақты резиденті Хамит Ердехан мен Нұрекеңнің коллаборациясын жасасақ деген ой туындады. Енді өздеріңіз білесіздер, Хамит ағамыздың бағыты басқа, Нұрекеңіздің бағыты басқаша. Біреу кітап туралы айтатын болса, екінші халық ауыз әдебиетін насихаттап жүрген азамат. Осы екі форматты қалай қосамыз деген ойда жүрген кезде Атырау облысы ішкі саясат басқармасының қолдауымен жастар күніне арналған 10 күндік аясында кітап кешін ұйымдастыру деген бағдарламаны көрдік. Сол сәтте сол кештің басты хедлайнері Хамит Ердехан болса, және сол кісінің айтып жатырған әңгімесін Нұрбол Маратұлы сүйемелдесе деген жоспар болған. Сондай ұсыныс тастадық. Көріп отырғандарыңыздай ұсыныс қабыл алынды. Сонымен көптен күткен кездесу, тыңдалмаған сөз жетім, даналыққа тағы да бір қадам жасап көрейік. Алдарыңызда халық ауыз әдебиетінің насихатшысы, заманауи әңгімеші Нұрбол Маратұлы. Және де бүгінгі кештің арнайы қонағы, Қазақстанға танымал кітапхан жобасының тұрақты резиденті, әдеби мәдени контенттің насихаттаушысы Хамит Ердехан. Хамеке. Жігіттер, қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Хамеке, қош келдіңіз Атырауға. Қалай болып жатыр Атырау? Қош көрдік. Көп осы Атырауға келген. Қалайсыздар? Көп Атырауға келген адамдар айтып отырады, осы Атырау дейтін бір қарағанда грубый деп, ондай нәрсе байқап отырған жоқ па сізге? Жоқ, мен кешел күтіп алған Нұрболдың қасында жүрмін. Мен бөтен жақта жүрген жоқ сияқтымын, Нұрболдың қасында өзім. Әдемі. Өзім тауып алған сияқтымын да. Әдемі. Үндестігіміз, түсіністігіміз. Әдемі, керемет. Хамеке, бірінші мынандай сұрақ. Осы сіздер халықтың алдында кітапты насихаттап жүрсіздер. Сізді жалпы енді жайдарман ретінде көріп жүр қой. Кенеттен осындай бір бағдарламадан шығып, кітап туралы айтып жүрсіздер. Неге жалпы осы, неге кітапхан? Неге осы жоба шықты? Не түрткі болды? Негізі, мен жалпы жайдарман ойнаған кезде, жайдарман үй тапсырмасы болсын, біздің қойған қойылымдардың көбісі менің кітаптан оқыған нелерім, сахналарым, соған жаңағы арасын қосып, әзілдер араластырып, құйтырқылап, соны білдірмей жіберіп, солай шығып кетеді. Айтатын анау чоста айтатын сөздерім көбісі кітаптан. Кода деген бар, соңында айтып, поклон жасап кететін. Ол да кітаптан. Мен жайдарман ойнамай тұрып та кітап оқыған.
енді бұл сұрақты қоятындарға айтатын нәрсем, менде ешқандай мақсат болған жоқ бұл кітапты оқуда. Ертең бір жайдарман ойнағанда керек болады екен, болмаса бір тіл байлығыма тоғанақ болады екен, тірек болады екен, тиек болады екен деген ондай ешқандай бір санамда ондай сайқал мақсат болған жоқ, шыны керек. Бала күннен бастап оқыдық, ертегілерден бастап оқыдық біздер. Әлі есімде, кітапханадан ертегілер алып оқитынбыз, оқып болған екен ауыстырып апарып беретінбіз. Оның үстіне біздің үйде видеомагнитофон да болмады. Сол арасында барып көріп тұратынбыз, кімнің үйінде болса. Басқа кездер кітап оқитынбыз. Одан кейін сиыр бағып жүргенде сәл өзім қиялдау болдым, сөйлеп жүремін, әйтеуір бірдеңе өлеңдер шығарып жүремін өзімше. Оны ешкім тыңдамаса да, бірақ өзім тыңдайтынмын, өз-өзімді ше. Солай КВНде мен оқуға түскен кезде осы КВН деген нәрсе бар екен, ол жақсырақ екен, ойнаған, қызық екен, халықтың алдында сен жаныңдағы нәрселерді шығара алады екенсің. Солай ойнап кеттік жайдарманда да. Бірақ оқуға түскен кезде мен әпкем өзі мұғалім болды да, сол кісі маған кітап әкеп беріп тұрды мектептен. Сол кезде оқыдым, ең алғашқы рет мен Жәмиләні де сол кезде оқыдым, Шынарым менің шырайлы менің де сол кезде оқыдым. Біраз кітаптар, Бердібек Соқпақбаевтың кітаптарын оқыдым, өлгендер қайтып келмейді. Біраз кітаптар, Дарабоз кейін оқыдым сәл. Сол кездерді оқып жүрдім. Мен ол кезде бұл жайдарман біткен екен, кітапхан басталып кетеді екен. Бір кітапханға осылай форматта осылай жүреді екен деген бір ешқандай сезім болған жоқ, ой болған жоқ. Қалай жүрдік, солай әйтеуір істеп кетіп бара жатырмыз ғой енді, Құдайға шүкір. Керемет, әдемі. Жақсы. Кітап оқыған бұл жақсақ дүние негізінде. Ол бір кітап оқыңдар деген нәрсе емес. Бұл жақсақ нәрсе өзі бір. Анау Төлеген Айбергеновтың Сағыныш деген өлеңі бар ғой, кімге? Мұхтар Шахановқа жазған. Енді мен ол көп өзі 3-4 тараудан тұратын өлең. Соның ішінде мына бір мағынасын айта салайын, өлеңін емес. Сонда айтады, бұл сағыныш деген сезім өзі түсінген адамға жақсақ сезім бұл дейді. Осы сағыныш деген сезім арқылы өмір сүре алуға болатындығын, және де еще как өмір сүруге болатындығын о кісі. Жаңағы сағындым жаным мен сені, көркіңді жүрген қуаныш қылып, мен дейме екен барағаң дейді, қараш. Көркіңді ғана жүрген қуаныш қылып, ана машинаңда емес аэропорттан күтіп алу үшін. Көркіңді ғана, көркіңді жүрген қуаныш қылып, мен дейме екен барағаң. Шын інім болсаң, дес берме жаным, өсекпен ғайбатқа бораған. Қажет жерінде қатыгездік пен қаталдық керек десек те, адамның заңғар ұлылығын сен сағынышмен есепте дейді. Сол сияқты енді осы сағынышты осылай сипаттап келеді дағыны, бұл жақсақ дүние дейді өзі. Сағыныш деген нәрсе. Қандай керемет. Сағыныш деген нәрсе сенің бойыңдағы бір кісінің алдындағы кірбіңіңді, біреуді жек көріп қалудан сақтайды, біреуді тез кешіруге алып келеді. Сағыну жаңаған айтады ғой, сағынбай барсаң тауларда сенің алдыңнан шықпас асқақтап дейді. Ойлауың мүмкін дүниені мынау кеткен екен деп тас қаптап дейді. Қараш, не деген сөздер. Сағынбай кірсең бауларға бұлбұлдың дауысын ести алмайсың, сағынбай деген нелер бар. Сағыныш деген нәрсені, ол сезінуіме ұйытқы болып тұрған нәрсе кітап болатын болса, онда мен кітап туралы менің қазіргі айтып жүргендерім әлі бір жетіспеушілік шығар деп ойлаймын. Браво, керемет. Керемет әңгіме. Енді осы жерде Нұрекеңе сұрақ қойғым келіп тұр. Нұреке, енді сіздің кітап оқитыныңызды білеміз ғой, жалпы екеуміз. Тетелес өстік араласып білеміз. Жалпы сіздің кітаптан гөрі халық ауыз әдебиетін жақсы айтасыз. Осыны жалпы неге айтып жүрсіз? Не түрткі болып жүр сізге соны айтып? Жаңа есіге түсіп кетті ма? Біреудің сөзін біреуге айтады екенсіз дейді. Өсекші десе ол үшін. Бірақ мен кеше Нұрбол екеуміз қалай қауыштық, бұл жақсақ дүние. Анау өзіңнің соған бір өтірік лайықты емес екеніңді көрсеткің келіп отқан адам бірақ ішіңді жақсы көріп отқанды білдіртіп па сыртыңнан. Негізі қазақ әдебиетінде көбісін сұрақ қоятыны, неге қазақ әдебиеті халық ауыз әдебиетін жақсы көретін деген сұраққа Қамекең жаңа айтқандай, мен жақсы көрейін деп немесе халық ауыз әдебиетін насихаттайын деп емес, болып барып насихаттадым. Оның бір сыры, кітапты оқу керек деп емес, кітапқа махаббат қойғаннан кейін барып оқыдым деп Қамекең айтқандай, мен шал кемпірдің қолында өстім, былайша айтқанда. Кемпірді ауылда, қарттарды көрдім, әкемнің әңгімесін естідім. Ол бір
басқамен түсіндіре қоятын нәрсе емес. Халық ауыз әдебиеті дегендегі махаббат сол адамдардың ішіндегі бір-біріне жүріп жатқан диалогтарды жақсы көру, ол жердегі болып жатқан ситуацияны жақсы көру. Мәселен, халық ауыз әдебиетінің ең құндылығы негізі бұл ұлттың сақталып қалу үшін, ағайындар, менің түсінігімде үлкен бір орасан зор көмек ететін құбылыс. Халық ауыз әдебиет деген нәрседі мен солай түсінемін. Мәселен, бізге жейін жетпей қалған қаншама ұлттар бар, ұлыстар бар. Олар түбегейлі тарихында білмейді, кітабы да жоқ, халық ауыз әдебиеттері де жоқ, термелері де жоқ. Оларды басып жаншып алған, бодандаған ел оны түбегейлі құртып жіберген. Ол құртып жіберудің де мақсаты сол, өздері ғана қалу. Мәселен, мынау Филиппин деген мемлекет бар, ағай. Филиппин деген мемлекеттің Пакиаоның отаны. Мынау Орталық Азияда, Шығыс Азияда деп есептеледі. Сол Филиппин деген мемлекетте, былайша айтқанда, ұсқындары барлығы Орта Азиялықта, Филипп деген Испанияның корольдігінің екіншісінің атына берілген. Осыдан 500 жыл бұрын, 15-ші ғасырлардың тұсында, олар жаулап алғанда бүкіл тарихын жоғалтқызып, бүкіл кітаптарын барлығын өртеткізіп, анау айтылатын әңгімелердің бәрін тиғанда өздеріне қаратып алған. 20-ші ғасырдың ортасында олардың тәуелсіздігін алды, бірақ әлі күнге дейін олар қызметші мемлекет болып қала берді. 111 миллион халық тұрады. Бірақ атауы Филипп екінші деген, яғни Филиппин деген атпен қалып қойды. Мен Якутия деген, Саха деген жерлерге де соған сияды. Ал қазақты құтқарып қалды деп айта алмаймын. Қазақтың қазақ болып қалыптасуына, осыншамалықты кітаптар жазылуына ауыз екі байырғы ауылда айтылатын әңгімелер себепті болды деп ойлаймын. Ол жерде оны сусында өскен Мағжандар болды, оны сусында өскен Байтұрсыновтар болды, Ахмет аталарымыз, оны сусындаған міне күні кеше өткен Мұхтар Мағауиндер болды, оныған толысқан Дулат Исабековтер болды. Оның барлығын бойына сіңіргеннен кейін осы нәрсе шықты. Екінші бір қазақ ауыз әдебиетіне қатты қызығатыным, ағайындар, мына нәрсені түсіну керек деп ойлаймын. Қазір кітап көп оқымайды, қазір көп әңгіме тыңдалмайды. Неге? Оны алмастырушы нәрсе шығып кетті ғой. Бейнелер көбейіп кетті, видеолар көбейіп кетті, иә. Ол бейнені көбейіп кеткенде адамдар соған алаңдады және қарайды. Бірақ бір артықшылығы бар. Бейнеде режиссер көрсеткісі келген нәрсені ғана көресің, болды. Қиялдай алмайсың. Қамеке, мойындаңыз, кітапты оқып отқан кезде ішіндегі әртүрлі кейіпкерді, әртүрлі өзіндегі қиялындағы бұрын өзінің таным түсінігіне қарап бағалайсың. Сол ауылдағы ананы ұқсатасың, мынаны ұқсатасың, ананың тағдыры мынаған келіп қалады. Ал сенің сол кездегі ұшқыр ойырлығың, сенің таным түсінігің, яғни қиялдауың жоғарылайды. Сондықтан да мен көп адамдарға айтатыным, қиялдауды үйрететін ол кітап. Қиялдауды адамның басына салып беретін ол кітап. Сондықтан да мына бір сөз бар. Заман қанша дамыса да, технология шырқау шегіне жетсе де, кітап өзінің құдіретін жоймайды деген. Бұл мен үшін үлкен. Ал енді ауылдағы естіген, әкемнен естіген, әжемнен естіген әңгімелерді халыққа айтып берген кездегі біздің халықтың әлі тірі екендігін, әлі сол әңгімелерді сағынатындығын, сол әңгімелерді айтқан кезде пах деп басын шайқайтынын көрген кезде одан сайын шабыттанамыз. Бұл біздің қазақилығымыз, бұл біздің дәстүріміз, бұл біздің өзіміздің ұлттық кодымыз деп есептеймін. Сол үшін де насихаттайтыным сол. Керемет, керемет. Нұреке, тағы осы әңгімелеріңізден шығады. Жалпы көп әңгімелер айтылып жатыр. Біздер қазақ тарихымыз өте бай ғой. Бірақ дей тұрғанмен кейде бір әңгімелер өзінің бір деңгейіне жетпей жатады. Мүмкін ол әңгімені дұрыс жеткізбеуден шығар. Мүмкін ол дұрыс тыңдалмаған да шығар. Мүмкін соған арнап та бізде тыңдалмаған сөз жетім деп те қойдық па жобамыздың атын. Осы бір тұста сөз, кейбір сөз адамды төменге түсіріп жібереді, кейбір сөз адамды шарықтатып жібереді. Құдіреті сөзде ма, әлде тыңдауда ма осы бір ұштастық? Менің көбінде ойлаймын, тыңдалмаған сөз жетім деп қазақтың нақыл сөзінің шығуы да осы бір тыңдалмағаннан деп ойлаймын. Оның жетім болуы да, қазір көп айтамыз ғой, жастар тыңдамайды дейміз, ақыл айтар ақсақал жоқ дейміз. Мен оған бұл нәрсемен келіспейді екенмін. Былтыр
ең алғаш рет осы тыңдалмаған сөз жетімді ұйымдастырған кезде қаншама адам бір бас аяғы 4-5 сағаттың ішінде тола болып қалды. Қазіргі халықтың дені жастар осы жерде отырған. Ал жастар сөз тыңдамайды десе, онда осыншалықты жастар осы бір жобаға келсер ме еді, келер ме еді? Мен ойлаймын, негізі осы бір жастардың тыңдалудың сирегені шығар, бірақ әлі де бар. Ал ақыл айтар ақсақал жоқ дегенге де толық келіспеймін. Ақыл айтар ақсақал жоқ емес. Сиреген шығар, азайған шығар, бірақ әлі де бар. Бір оқиға айтқым келіп тұр, есіме түсіп кетті Хамеке. Жалпы жаңа айттым ғой, 10 мың сағаттық керек екен бір адамның тәжірибелі болу үшін. Малкольм Гилберт деген кісі айтады өзінің, Гладуэлл деген кісі айтады өзінің кітабында. Сол сияқты біздің өңірде, Хамеке, сондай бір адамдар бар, сондай кітапты да, өнегелікті де бойына сіңірген. Жақында бір атамның үйіне бардым, жас 90-ға келіп қалған. Кемпір ауырып жатыр екен. Сөйтіп кірдім. Қатерлеп шығады деген қазақта бір дәстүрі бар. Сөйтіп кірдім. Кірсем, атам жанында отыр екен. Шешем тек жатыр екен. Еш нәрсе жоқ, тек жатыр екен. Әлбетте қазақ күтіп жатыр дейді ғой сол кезде. Сол кезде жанына отырдым да, ата қалайсыз, жақсысыз ба? Шешем қалай дедім. Қараңыздар, сонда былай жауап берді ғой атам. 64 жыл отасыппыз деді. 64 жыл отасыппыз. Өлім тілемейсің ғой. Қанша қимасаң да, жүрегінің түбінде беті бер қарамайтынын түсінген кезде тездетсе екен деген бір қалау болады екен деді. Ана сөзді естіген кезде мен, анау әдетте айтамыз ғой, жазылып кетеді, жеңілдігін берсін де, еш нәрсе айта алмадым. Атамның жүзінен көрдім даналықты. Ертесі күні дүниеден өтті әжеміз. Атам көп салмақты болды. Салмақты болуына да кешегі сөзі дәлелдедім. Байқағандар байқаған шығар, байқамағандар Алла біледі. Осындай бір даналықты мен ойлаймын, әлі де біздің қарияларымыз бар. Әлі де бір ақсақалдарымыз бар біздің өңірімізде. Хамеке, сізге енді біздің өңіріміз кішкене алыстау болғанмен де бәрі бір қазақ қой. Біздің өңірдегі тағы бір таңданатыным, бір сұраққа Хамеке басқа бір жағымен жауап береді деген үрдіс бар. Мен соны көргенде әлі де ақсақалдарымыз тірі деймін. Бірде бір кісінің 57-58-ге келіп баласы қайтыс болды. Баласы, әкесі тірі. Ол кісі де бірақ немере көріп отқан. Сол кезде үйде бір әңгіме болды. Келгеннен кейін әкесі 80-ге келіп жылап отыр екен. Баласының өзі немересі бар ғой, шүкір ғой деді. Сонда әкем былай жауап берді. Ертеректе қасыма жолдасым бар, екеуміз айдалада келе жатыр едік, шөп шауып жатқан пәленше деген қартты көрдік деді. 75-80-ге келіп қалған. Сөйтіп түсіп амандастық, әзілдесетін әзіліміз бар еді. Әзілдесіп, "Ей, сен неғып жүрсің? Мына жерде шөп шауып қартайғанда не құтырайын дедің? Екі сиырыңды кім бақпайды дейсің?" деп күліп едім. Ол да бізбен күлді, ойнады, әзілдестік. Бір заманда қарт былай деді дейді. Өмірдегі ең қиын нәрсе бұл балаңның артына қалу екен деп айтты деді. Ол қарттың баласы бір кенеттен қайтыс болған болды. Әйелі жесір қалды, баласы жетім қалды. Үйге кірген сайын деп айтты қарт. Кемпірім жылап отырады, көзіне жас алып отырады. Мен үйдегі ең батыр болып, "Ей, кемпір жылама, көзіңе жас алма. Ей, бәрі жақсы болады" деген нәрсе мен жұбатқым келеді. Немерелер ертектен келіп, "Әкем қашан келеді" деп жылайды. Жесір болған келінді көрем. Шыдай алмаймын. Осалсызсам, босассам, бұлар қандай болмақ деп далаға шығып кетем. Қорада әрмен бір жүре бастаймын. Бірақ ана жерден де біреу көріп қалар деп. Амал жоқтықтан екі сиырымды сылтауратып, айдалаға келіп, шөп шауып, шерімді шығарам. Осы үшін әйтпесе мен екі сиырым үшін күн көріп отқан жоқпын ғой деп айтты дейді. Ана жерде әкем айтады, "Мен ойнағаным үшін, осы бір сұрақты қойғаным үшін өгім қалдық" дейді. Ал осы қазақ әдебиеті ғой, халық ауыз әдебиеті ғой. Осы қарттардың белгісі ғой. Осы сұраққа әкем қандайма ұлы қайтқан кезде әкесінің жылайтындығын сылтау қылып айналдырып келіп айтты. Бұл да болса біздің қазақтың даналығы. Бұл да болса қарттарымыз әлі өлген жоқ деп есептейміз. Енді Хамеке,
мынандай бір нәрсе бар. Осы жиналған дүйім жұрт жалпы сіздің әңгімеңізді бір кітапты тыңдағысы келіп отыр. Бәріміз де білеміз, сіз кітаптың майын тамызып керемет жеткізетініңізді. Бүгін енді бізге не алып келдіңіз? Қандай кітап айтасыз бізге? Жалпы менің өмірге деген көзқарасым соның аясында ғана айтамын мен әңгімелерді. Қандай кітап оқысам да, жалпы кітап қандай отырсам да, ол комедия бола ма, ол махаббат бола ма, ол патриоттық бола ма, еліңді сүю бола ма, жеріңді сүю бола ма. Жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, Махамбеттің жырларын. Ең бірінші мені жалпы осы кітапқа, кітапты сүюіме ұйытқы болған кітаптардың бірі. Мен нақты айтамын, жаңа Нұрбол сияқты мына кітап мені қатты өзгертті деп. Өйткені мен қолыма түскен кітаптардың барлығы мен өзім жүріп оқи бердім ішінде. Содан Жәмила мен Даниярдың бір-біріне сөйлеспей үндестігі. Сөйлесіп жүріп, сыйыспай жүрміз ғой, мысалы, қазіргі таңда. Сөйлеспей ұғыса отырып, түсініп, бір-бірінің тағдырына бір-бірін тәуекел етіп, сол жерде екеуінің кетіп қалуы, кейін арттарынан қалып кеткен Сейітті қандай толғандырды ол. Мен ол екеуі темір жол разъезінен асып кеткен кезде барып, мен өзімді есімді жидым, бір қарасам, арттарынан қуып жүгіріп бара жатыр екен. Кеш түсіп қалған жерде мұздай су шашырап бара жатыр, үстім балшық болып бара жатыр. Мен даусым шығып жатыр ма, шығып жатқан жоқ па дейді. Оны білмеймін дейді. Жоқ, мен айтып жатқан жоқпын, Сейіт. Сейіт айтады. Даусым шығып жатыр ма, шығып жатқан жоқ па, білмеймін. Бірақ білетін бір нәрсе, мен Жәмила деп айқайлап жүгіріп бара жатырмын дейді. Бір кезде аяғым тасқа сүрініп құладым, өмірімде бірінші рет өксіп қатты жылап жібердім дейді. Сөйтсем мен Жәмилаға ғашық болып қалған екенмін дейді. Сөйтіп бақсам, мен ол кезде Жәмилалармен ғана емес, өзімнің балалық шағыммен де қоштасып жатқан екенмін дейді. Осы сөздер мені жылатты ана жерде. Балалық шақпен қоштасу деген қандай қиын. Білмейміз, біздер әлі бір арнайы оған бір прощальный вечер болатын сияқты жүреміз балалық шақпен қоштасып. Бірақ шынымен де балалығымыз ана бір кездерде қол бұлғап қалып кеткендігін ескермей қаламыз. Маған айтады, кейде осы қаладағы ауылда бірге өскен дос балдар кездесіп қалған кезде, ой, ауылдағы баяғы лимонадтар, баяғы мороженелер қандай күшті, солар жоқ қой қазір дейді. Мен айтам да, олар бар шығар деймін. Ол лимонад, ол мороженый бар шығар. Балалық шақ жоқ. Сол дәмді, сол кездегі жасыңмен сенің бойың пәк, мына қалаға келіп, адамдар жайында, қоғам жайында, заман жайында, олардың ешқайсысы әлі жүрегіңе кірмеген адамға лимонадтың дәмі деген қандай әсер етуі мүмкін, мысалы үшін. Осы нәрсе біздер осы жерде мен қатты мені тербеткен нәрсе, ана жерде махаббат, және де мен Жәмилалармен бірге өзімнің балалық шағыммен де қоштасып жатқан екенмін дегенді оқыған кезде мен бірінші курста мен де балалық шағыммен сол кезде қоштасып жатқан екенмін. Мен бірінші курста ма? Мен сол жерде кәдімгі жүрегім жылады, көзімнен жас шықты ма, шықпады ма білмеймін. Мен қатты толғандырған нәрсе, бұл жерде Данияр сөйлемейді ғой. Повесть барысында Данияр сөйлемейді. Жаңа ғанау тек ашуланатын жерінде сөйлейді ғой, болды. Иә, сол жерде бірақ жібереді ғой Сейіт. ол кезде Сейіт қоймайды ғой, соғыс туралы айтса, соғыс туралы айтса дейді, қастығы. Сол кезде соғыс дейсің бе? Соғыс дейсің ба дейді ғой. Ол туралы білмей-ақ қойсыңдар сендер. Ол осы бір сөз соғысты айтып тұр ғой. О, соғыста былай болды дегендерден көрі, ананың соғыс туралы білмей қойсыңдаршы деген сөзінен ол соғысты түсіндіріп тұр сол жерде, түсінген адамға. Енді бізде жаңа бағдарламада Еркебұлан маған қарсы болды ғой. Қалай ол ағасын соғыстан күтпей кетіп қалады деп ол жерде. Енді ол жерде жаңағы алып қашып келгені бар, енді оның барлығы өз алдына, әр оқырманның өзінің таным түсінігі бар. Өзінің адами формуласына салып, өзінің қорытып алатын дүниесі ол. Біреумен дауласудың қажеті жоқ. Маған бұл повестке ғашық болуыма жаңағы жері ғана жетіп отыр. Мен сол жерде білмеймін, ана сезімді оны жеткізе алмайтын да шығармын мен.
ана жерде сезінген сезімді. Махаббат жайындағы сезімдер осы болды. Мен жаңағы Сейіттің көзімен сол кетіп бара жатқан Жәмилаға ғашық болды ғой ол жеңгесіне. Соның көзімен, Сейіттің көзімен мен Ұлықбек Есдәулеттің мына бір өлеңін сабақтастырып жіберем. Жұмып кейде жанарымды нұр сүнген, тілдескенде арман атты тылсыммен, ту сыртынан өпеткенде самал жел, алаңдаймын сен шығар деп күрсінген. Ғашық жанның бойындағы хал бөлек, ғашық жанды әлдилейтін ән керек. Жаңбыр жауса тырсылынан оянам іздеп келіп, ес қаққан сен бе деп. Бұл өмірде қайғы көрмей жыраман, мен тағдырдан басқа тілек сұраман. Күн астында күмбірлерсе күміс соу, сенің даусың естілгендей қуанам. Өмір деген өте шығар өткінші. Аз ғұмырда көп қуанып, көп күлші. Маған ұқсап аспандағы ай мен күн, көздеріңе ғашық болып өтсінші. Деген өлеңі бар. Керемет. Ана жерде енді бұл өлең маған қатты әсер еткен өзіме. Студент кезде шынаяқ махаббат жатыр да мына жерде. Ой, кетіп қалдың ғой, жаңа мені тастап басқаға, өзіңде басқамен кеттің деген сияқты әңгіме жоқ. Таза махаббатымен биіктікпен қоштасып тұрған адамның Сейіттің образындағы бір Ұлықбек Есдәулет өзі жақсы жазады, осыны бұндай өлеңдерді әдемі жазады. Ол кеңес берер едім, үйге түспей қалған жеңгесі жайында жазған өлең бар. Қандай мықты өлең. Мен сізге соны жіберем. Кітабын емес, суретке түсіріп. Сол парақ. Махаббат темасын жалғастыра берейін бе? Әлбетте. Керемет. Одан кейін мені толғандырған махаббат бұл енді жұрттың барлығының мен сонда екі-үшті әртүрлі пікірлерге қалған шығармалар жайында айтайын. Бұл Жәмила солай болды. Біреу өзінің сондай пікірін жазды жаңағыда. Қалай ол ағасын күтпей басқа біреумен кетіп қалады деген. Еркебұланды жақтағандар да болды. Мейлі мен екеуіне де қосыламаймын да, неғылмаймын да. Қарсы болмаймын. Өздері біледі. Мені тағы да толғандырған махаббат бұл Ұлықбек Дулат Исабековтың Гауһартас. Гауһартаста жаңағы салтанаттың қылығын жаза отырып, салтанаттың болмысын Қайырханның көзі арқылы суреттегеннен кейін бе жұрттың барлығы Қайырханның махаббатын салтанатпен ұштастырғысы келеді. Я, ғашық болса, ғашық болған шығар. Ол ғашықтығы жаңағы Сейіттей шығар, ары кетсе жеңгесінің артынан жылап қалған. Сол сияқты ол деген бала махаббаттар. Кез келген адамның бойында Аллах тағала осы бір сезімді бір сигнал беретін жастар ғой. Сенің осы бір бойыңда сол бір сезімдердің жаңа компьютерге бір программаны қойсаң, бір драйвері болмаса ашпайтын еді ғой баяғыда. Әлі сондай ма? Компьютерге отырма қалғай заман. Сол сияқты сенің сезімдер, жаңа махаббат сезімнің бір оянатын кезі ғой, бала махаббат. Кейін барып оны ары қарай түсіне береміз ғой. Әр возрастқа қарай сіз махаббатқа деген көзқарасыңыз кемелдене береді екен ғой өзі. Шығармадағы ұлы махаббаттың иесі кім деп жігіттерден сұрағанда, олар бір сөзбен Қайыркен деп айтты. Бәрі көп адам солай ойлайды ғой. Иә, біраз маған ана театрда істеп жүргендер де солай жазып жіберді. Біз неғып еді, сіз жаңа алғаштыңыз деген сияқты. Білмеймін кім қалай қабылдаған. Менің ұлы махаббаттың иесі Ыбыш деуіме себепші болған жері Дулат Исабеков былай жазды ғой. Көп адам мән бермейді соған. Соңында тұр ғой просто. Соңында бір 2 қатар ма, 3 қатар ма, басқа біреулердің жаңағы өксіп, жылап, қайғырып, жоқтау айтып, жылап отырғандарынан Ыбыштың ана отырысы соны 10 ұры болатын отырыс еді деп айтады. Өзіңіз ойлаңыз. Ана кез келген ең бір қайғырудың патологы қандай өзі? Бізде көп қой жоқтау айтулар. Солардың барлығын 10 ұры болатындай қайғылы отырыс еді Ыбыштың ана отырысы дейді. Сол кезде келіп әкесі айтады ғой, кетіп бара жатқан кезде қолда барда алтынның қадірі жоқ деген, сәл қадірін түсінбедің ғой келіннің деп айтады әкесі. Сол кезде Ыбыш тұрып айтады ғой әкесіне, өзі көп сөйлемейтін жігіт, өзі сөз жерде-ақ сөйлейді ғой сол кітап бойынша. Тағы да 1-2 жерінде сөйлейтін жері бар. Жаңағы анау. Енді қазір тағы да бір Ыбышты ұлы махаббаттың иесі екендігін айтып жататын 1-2 точкалары бар. Сол жерде айтады, әкесіне бұрылып қана айтады,
сен ғой мені осылай тәрбиелеген деп. Болды, басқа ештеңе емес. Бізде сол нәрсе. Мен кеше сізге де айтып жатырмын ғой. Бізде сол бір стереотип бар да, қалыптасып кеткен. Ей қатын десе, ойбай, болды, солай. Ей қатын деген еркек қана еркекті, қағандар жай ырқына көніп дегеніне иіле салатындар бір стереотип. подкаблучник сияқты ма, сондай да бір стереотипті нелерді көріп қап жатасың, өкінішке орай, қоғамнан. Әкесі солай көріп қалды. Нешең атта жүреді, еркек, қамшымен, немен, қатын. Мысалы, сол жерде, мысалы, Абыш ол білген жоқ, ол жас болды, бала болды. Бірақ ана жерде екеуін еркелеп құдықтың басына алып келетіні бар түнде. Ол келді сол жерге дейін. Ол мүлдем сезімі жоқ адам, қойшы, шаршап келіп тұрмын деп кіріп кететін еді ол. Ол келді салтанатпен бірге. Сөйтіп екеуі бүйтіп қарап отырады. Айдың сәулесінен аналардың түрі шағылысқан кезде Салтанат айтады ғой, қараш, ана екеуі бізге қарап отыр деген кезде Абыш Салтанатқа қарайды ғой бүйтіп. Есің дұрыс па сенің? Иә. Кетші бер деп бұрылып кетіп қалады. Махаббат емей не енді сол? Сол жерде енді күшті деп сүйісу керек па? Ана жерде таза табиғи махаббат, ешқандай бір боямасыз. Қазіргі таңда біздер бір көріп жүрген әлеуметтік желілерге ұшыратпайтын сондай бір дала махаббатын көрдім мен ол жерде. Қар жауып тұрған кезде де анау ана бір қарды қарашы деп екеуі сәл ойнатып жүретін жері бар сол жерде, Абыштың шебітіп. Сол үшін ол Дулат Исабеков бұл жерде Абыш білмей қалды ғой. Ол осылай өмір өте береді. Мен арасында ұрысып қоям, шекіріп қоям. Ол Салтанатым қасымда жүре береді деп ойлады ғой. Ол Салтанаттың өліп қалатынын білген жоқ. Жалпы сол кезде осы бағдарламаны айтқан кезде де мен соны айтып едім. Біз негізі көп нәрсені білмейміз. Өзімізде мәңгілік сияқты, басқа қасымыздағы атырабымызда жүрген адамдардың барлығы мәңгілік сияқты жүріп қаламыз. Соның себебінен бір-біріміздің көңілімізді ауыртып қоямыз, ренжітіп қоямыз, өзімізде байқамай жаман сөйлеп қоямыз. Осы нәрселер шығар деп ойлаймын. Бұл Гауһар Таста Абышқа деген менің көзқарасым осылай болды. Үшінші, махаббат иесі. Мен бұл махаббаттар жайында айтқан кезде махаббат қызық мол жылдарды қосқан емеспін еш уақытта. Махаббат қызық мол жылдар деген кімнің кітабы бар? Нұршайық. Әзілхан Нұршайықтың. Ол жерде енді атының өзі затын ашып тұр да, бірақ негізі кітапқа кірсеңіздер, ана жерде Меңтайдың, маған қатты ұнаған, Меңтайдың анасының Меңтайға жазып кеткен күнделігі қандай керемет. Не деген керемет. Сол кітапты оқып, біздің қазіргі таңда қазақ аруының кез келген оқыса ғой, анандай бір европалық, бір классикалық үлгіде емес, таза қазақы шариғи үлгіде жазылған да, шариғатпен де сабақтасады. Оқысаңыздар, өзінің қызына, кез келген қазақ қызына біздің жаңағы Нұршайықов атамыз, Әзілхан Нұршайықов атамыз соны жазып кеткен. Сол жерде кімнің, Меңтайдың анасы арқылы осы біздерге жазып кеткен. Ол жерде махаббаттар көп, ол мүлдем бөлек әңгіме. Махаббат қызық мол жылдар. Мен махаббат тақырыбы қозғалған кезде мені тағы да таң қалдыратын, қайран қалдыратын, ғашық болатын, аңсайтын үлкен махаббат сезім Ұлпан мен Есенейдің арасындағы махаббат. Ғабит Мүсірепов. Мысалы, сол жерде рахмет оқығаныңызға, түсінгеніңізге. Сол жерде Есенейді суреттейді Ғабит Мүсірепов. Есеней өзі үлкен кісі болған. Есеней мынандай үлкен кісі болды дейді өзі. Жалпақ батыр кісі болған ғой. Шешек ауруына шалдыққан екен. Қара шешек дейді ғой. Содан ол өз-өзін емдеген, ананы қассаң кете береді екен, ол кете бергені өлімге апарады екен. Ол қаншама сол заманда адамдар өліп кетті ғой. Тұздыкөл бар осы біздің солтүстік Қазақстан жақта Тұздыкөл деген. Соған ол күннің ыстығында жаз кезде жаңағыдай шешініп тастап, тұзға барып, денесі ашса да қасымай түсіп, қайтып күнге жатып, қайтып барып түсіп, 1-2 күн, 3-4 күн сол жерде болып жазған екен ғой ол. Жаңа қара шешекті өзінің батылдығымен қасымай. Содан қалған өзі қара кісі болды дейді. Содан қалған дағы болды дейді ана шешек. Ана шешектің деп айтты. Басқаша ана шеше деген сияқты. Ана шешектің ізі қалды дейді. Бір көрген адам Есенайдан қорыққан былай тұрсын, жанын қалмайтын дейді. Алдымен шығып қалған кезде, ана өзі Ұлпан қызы кішкентай кезінде өзі анау ауырып қалады ғой, неге қыстың күні суға түсіп кетіп сол жерде. Мынандай жазылмайтын ауруға ұшырап қалады да, соны байлап қояды екен кейде.
қасындағы бұл жігіттер басып отырады екен. Сол кезде бірінші рет қызын көп кіргізгізбейді екен. Ұлпанға айтқан ғой енді, көп мына түрімді көрмей қойсын, ес білгенге дейін деп айтады. Сөйтіп сол бір жасы бір 3 шамасында ма екен, 4 шамасында ма екен, жаңағы кімнің қызы, Есенейдің қызы ойнап жүріп әкесі жатқан жерге кіріп қалған кезде жылап қашады ғой. Жылап қашады. Кейін барып әкесі екенін біліп, кейін еркелеп кетеді. Ол сондай кісі болған. Қараңыз енді. Жаңа ғанау бізде қазақта сөз бар ғой, еркек маймылдан сәл әдем болса болды деген сөз, ол енді маймылдан сәл-ақ әдем болсын деген емес. Бұл жерде мына жаққа тастап тұр ғой. Есенейдің ана адам сүйсінердей түрі жоқ. Негізі былайша мен сіздерге суреттеп айттым ғой. Ғабит Мүсіреповтің суреттеуінде мүлдем бөлек. Ұлпанды қимаймен ана басында оқып келе жатқан кезде, бір ортасынан ауып дегенге дейін Ұлпанды қимадым мен. Өйткені анау дөңнің қасына келген кезде ана Есенейдің қасында жүретін үнемі Түрікмен Мүсіреп. Жаңа Ғабит Мүсіреповтің атасы екен ғой сол. Сол Түрікмен Мүсіреп келген кезде, Ұлпан бірінші келген кезде ол екеуі бір-біріне қарап қалатын жерлері бар. Бір-екі жерде қарап қалады екен, сөйлесіп қалады. Мен сонымен кетсе екен дедім. Ұлпанды бірінші рет оқыған кезде сонымен кетсе екен дедім. Кейін Ұлпан жаңа өзінің шарт арқылы Есенейге тұрмысқа шыққан кезде Есеней менің Есенейім деді ғой. Ұлпанды менің Есенейім деді. Міне махаббат. Ұлпан кеп айтты, анау ауылындағы барлығы Есенейге жұмыс жасайтындағына жағдай өте нашар. Сол нәрсені айтты ғой Ұлпан келіп. Қалай болды? Сенің ғана жағдайың жақсы да, мыналар өйстіп өмір сүре ма деп. Сол кезде Есеней өзің бердім саған билігімді дейді ғой. Сен өзің жа. Сол кезде Ұлпан теңдік орнатады ауылға. Теңдік орнатады. Анау кімнің ағасы, Есенейдің бір інісі бар, соның келіні кеп, Ұлпанды жаңа түскен келінді бір өктемдік жасағысы келеді ғой. Оны да өзінің орнына қойып қояды. Ана білімді мен білімсіз бәстеспесін белгілі кім ұтылып, кім ұтар деп Қайнар Алагөзовтікі ме еді? Естімедім мен. Соңғы ғой. Сол жерде мен сол Ұлпан мен Есенейдің жас айырмашылығы анандай. Егер сұлулық түріне, сымбатына ғашық болды десең, оның жаңағы мен сипаттағандай анадай. Бұл жерде Есенейдің тереңдігі, Есенейдің адами биіктігі, Ұлпанның сондай істер жасап, сұлу, қыпша бел, кәдімгі толып кез келген ер азаматты есінен тандырарлықтай сұлулықпен тұрып, анандай Есенейге етене, Есенейдің табиғатына етене еніп кетуіне ықпал болған ол Есеней. Жаңа ғана бізде тілек бар ғой, барған жеріңе тастай батып судайсың дейді. Ол қай кезде? Егер су сіңетіндей құнарлы топырақ болса, сіңет ол. Бетонның үстіне қайтып енеді, ағып кетеді ол. Тас та сондай. Сен терең болсаң ғана батады, саяз болсаң батпайды. Ол енді Есенейді сол кезде айтады ғой, намаз оқып жатқан кезде деген жерлері маған ұнайды да, арқасына асылып ойнайтыны. Есеней бұрын келіп намаз оқыған кезде Ұлпанның әкесі Есенейдің батыры болған ғой. Есеней соның үйіне келіп намаз... Кездескен ғой, Ұлпанды көрген кішкентай кезінде. Иә, сол Есенейлер намаз оқыған кезде Ұлпан арқасына мініп алып иығын асылып ойнайды екен ғой. Сол кезде ғашық болып қалған болып тұр ғой Есеней. Сөйтіп кішкентай болып ойнап жүрген, енді тағдыр былай әкеліп, оның келіншегі қылады. Ұлпан қандай адам? Мен оның кеңістігінде менің ғашықтығым деген бір бұрышында қалып кетті. Оның Ұлпандай біздің осы кез келген әулетте келін жұмсап, немере өсіріп отырған кез келген ақжаулықты аналарымыз Құдайға шүкір әлі күнге дейін бар. Негізінде көп қазақ даласында ше. Осы Ұлпанның көзқарасындағыдай, менің отырған бәріміз иншалла ертең қыз деген ана деп қана бағала деген сияқты өлеңде айтқан сияқты. Бәріміз ертең ана боламыз, ар күні апа боламыз, ар күні әже боламыз, ар күні суббота ма? Арқар кете береміз. Ол деген бір, оны кәрілерге айтсай деген, ешқандай да ол несі жоқ. Оны апаларға айтасың, маған емес деген әңгіме атпадайды. Негізі ол бәрімізге айтылған нәрсе. Жаңа Есенейдің кеңдігі мен Ұлпанның
адами биіктігі бұл кез келген ерлі зайыптылардың бойынан табылып жататын болса, бұл жаңағы Мұхтар Шахановтың 7-ші түйсік деген өлеңі ғой сол. Өзі сол өлеңмен өз махаббаттар тақырыбын нүктелей салатын шығармын. Бұл махаббат деген таусылмайтын әңгіме ғой ол. Сенсін бір мәнді сәнді ме, ән болмаса шырқай алман әнді де ата шойлар бар. Әңгімесі таусылған, ал махаббат таусылмайтын әңгіме деген. Махаббат таусылмайтын әңгіме, жігіттер, достар, қыздар. Одан кейін мен біреуге бірдеңе айтып, бір ақыл айтып, бүйту керек дегеннен аулақпын. Мен өйсту керек екен ғой деп. Мен осыдан шыққаннан кейін менің жанымды жегідей анандай баяғыда Дон Маклоудтың киносы болатын еді, Горец деген. Біреуді өлтіреді дағына мына сәлден кейін мына жағашы қиналатын ше. Сол сияқты мен осындай бір нелерде, мысалы кітапхан бағдарламасы болсын, түсірілім болсын, болмаса басқа бір университеттерге шақырып шыққаннан кейін мен іштей қиналамын ше, жанымда бір сондай айтып жеткізе алмайтын бір сезімдердің қойнауында қаламын. Өйткені кеңістігі деген қиын. Ол жерде өзім сұрақ қойып, сол сұрақтарға өз әлемінде жауап іздеп жүргенде қазір кетіп баратыр екенбіз ғой. Біреуге уақыт қарауға, біреуге бір ақыл айтып, біреудің кемшілігін көруге негізі уақыт жоқ екен адам баласына. Менің түсінгенім сол, жалпы осы күнге дейін кітап оқып, осы күнге дейін әйтеуір жетілдік па, жеттік па, оны білмеймін. Бірақ бір нәрсені түсіндім. Біз негізі Шәкәрім айтқандай, ол Шәкәрім тақпақ қып мектепте айтып жүрсін деп айтқан жоқ қой, негізі ересектерге айтты ғой біздерге. Біздің бір жаман жеріміз сол, тақпақты өлеңдерді, сол Абайдың, Шәкәрімнің, Ыбырайдың өлеңдерін тек мектептегілер ғана айту керек та, қалғаным қарғында ғана кімнің оң қолы сияқты. Біздердің уақытымыз жоқ қой оларды оқуға. Жоқ, біз соларға уақыт табуымыз керек, сонда біз не істеп жүргенімізді түсінеміз ғой жалпы негізі. Сондай нәрселер. Жәмиляның да ұлпанда Гаухартасты да айтқанда махаббаттың бір түсіну керек нәрсесі сана биіктігінде жолығу ма деп қалдым. Жаңа ғана Мұхтар Шахановтың үйленіп отау көтердің, мінекей сен де балақаз, тірлікте бірақ жарқыным үйленбей кеткен адам аз. Сен түгіл қасқырмен маймыл жұптасқан дейді. Қараш, сен түгіл қасқырмен маймыл жұптасқан. Өз теңін тапқан соң ғана адымын олар нық басқан. Ойың мен ісің жаңғыр, кейде оған түйсік жетпейді. Әйел ап бала тудыру ақылдыға жететпейді. Күнделік құмар сезімді өрілгені үшін отпенен шатастырып алдық, Құдай-ау, бір туар махаббатпенен. Махаббат деген заңғаршын кез келген өрлей алмаған. 10 мыңнан бәлкім 2 адам үмітін зорға жалғаған. Содан ғой сансыз кеудені жалғыздық дерті торлаған, қаншама заңғар тұлғалар қанатсыз жардан сорлаған. Тірліктің түрлі сынынан сүрінбей өтті деседі, жұбайың досың болды ма, міне бұл басты мәселе. Не бермек тәннің одағы, жаныңа жаны қосылмау, бұл нағыз бедеу қасірет. Қосылмау деген ол ашылмау. Гүл болып ашылмағанның сезімін кім бар жақтаған? Рухы қосылмағанның көңілі шаттық таппаған. Рухы қосылмағандар сезімсіз, сәнсіз, жақұтсыз. Сондықтан мына жалғанда екеудің бірі бақытсыз. Сондықтан махаббаттың да сырт санын құрайтындар көп. Жай көзге күліп жүргенмен жасырын жылайтындар көп. Тағдырдан қашу мүмкін бе? Жүрсеңде қандай жолменен? Бір мәнді сұрақ алдыңда тұрады ылғи көлденең. Жұбайың досың болды ма? Шарлатқан сезім шырайын берді ме саған, сондай ұлы бақытты берді ме саған Құдайым? Ойнай ма оның көзінде рух пен сезім жарқылы? Ұға ма ол сенің шаттық мұңыңды 7-ші түйсік арқылы? Ұқпаса ісің секілді дауылда мысқа жаққаны. Рухани терең түйсіну жоқ кезде махаббат та жоқ. Жаңа Нұреке енді Әмекеңнің айтып жатырған Жәмилясында да, Гаухартасында, Ұлпанда да бір махаббат аясында айтылғанымен сол бір әйел адамның, әйел затының артында бір үлкен бір тылсым күш бар екенін, бір даналықтың бар екенін сезгендейміз сол әңгімелердің ар жағынан.
осы тұста халық ауыз әдебиетінде немесе білмеймін осы бір тұстарды сіз өзіңіз қалай жеткізер едіңіз? Төңіректе жатқан әңгімелер бар ма бәлки? Жалпы осы бағдарлама болады деген кезде осы енді халыққа не айтамыз, нені бөлсеміз деген ой болатын. Енді Қамекеңмен кешеден бері сөйлескен кезде Қамекеңдің қасында тек қана тыңдарман ретінде жүру керектігін түсіндік. Бұл да осы ағалық биіктік. Жалпы әйел заты деп қозғалған тақырыптың ішінде негізі мен бүгін бір оқиға айтқым келіп тұр. Бұл жалпы Бауыржан Момышұлы айтады ғой, атамыз, сөйлеушіге қарағанда тыңдаушы мықты болу керек дейді. Себебі тыңдаушыға байланысты әңгіме болады дейді. Менің бүгін айтқым келіп тұрған нәрсесі халыққа жету керек деп ойлаймын. Бұл әңгіме, бұл оқиға, бұл ертеректе жазылған Ақкемпірдің әңгімесі деген кітапта, бұл Сарадай деген кісі мынау Бейнеу жақта өмір сүрген. Сол кісі ауызекеде әңгімелеп береді екен, соның аузынан жазылып алған. Оқып отырып, бұл кітап шамамен бұл сол қазақтың басындағы ашаршылықтың 1-2 жылдығында болған оқиға деп топшаладым. Сарадай деген кісі айтады, былай деп басталады. Менің Бейнеуде тұрған кезімде бір досым келді дейді. Екеуміз біздің ауылдың шетінде тұратын бір кейуана бар еді, соған амандасып саулығын сұрап қайтайық деп айтты дейді. Мен де ере шықтым, бардық дейді. Барсақ ауылдың шетінде бір жұпынылау бір үй тұр екен дейді. Үйге қарай кірген кезде үйдің іші де түтін сасыған, сондай бір қаралау, жұпынылау екен көрінді дейді. Бірақ үйдің ортасында үстіне әппақ киінген, ақ жаулығын тартқан, әдемі болып отқан, қолындағы алтындар, білезіктері керемет болған бір шайын жаңа ғана қайнатып самаурына қойып қойған бір кемпірді көрдік дейді. Үстіндегі киімі мен отырысында, ыңғайлығында, бізбен амандасуында бір тектіліктің үлкен негізін байқадым дейді. Бірақ осы бір үйдегі ұсқынсыздық пен мынау кемпірдің үстіндегі тектіліктен айырмашылығы өте үлкен еді дейді. Бізді кемпір түрге шығарып отырдық, әңгімелесіп отқан кезде орта бойы жастан асып кеткен, үсті нашарлау болған, ұсқынына көп қарамаған бір еңгезердей жігіт кіріп кетті дейді. Амандасқан да жоқ, қоңқ етті де босағаға отыра кетті дейді. Кемпір бізбен амандасып отырды да ана балаға қарап та, қатының қайда жүр? Бір бағлан сойып қонақ етпейтіндерің белгілі, ең болмаса бір шайнек су беруге де қонақтарыңа жарамайсыңдар ғой. Ой, тексіз ештеңе білмейсіңдер ғой деп айтты дейді. Тексіз деген сөз ана балаға еш нәрсе әсер берген жоқ дейді. Кемпір әңгімешіл болып шықты. Жігіттер, бері қарай жақындаңдар, мынау қуыс үйден құр шықпа деген, мынау шайдан алып отырыңдар деп, бізге әңгімесін бастады дейді. Осы жерден кемпірдің әңгімесін бастайды. Бұл сонау сол 1928-27 жылдарға қарай тартты дейді. Сөйтіп, былай басталды дейді. Қожаберген өзінің атына мінгеп ел аралап келе жатты дейді. Бұның басындағы ең үлкен ойы кешегі жиналыста айтқан үлкен сорақы пікір еді дейді. Қожаберген елдің мырзасы еді дейді. Қожаберген сондай жомарт еді. Қожабергенді ел қонақжай, ел Қожабергенді алтын санайтын. Тіпті ол Қожабергеннің бұрыннан келе жатқан, ата-бабасынан келе жатқан қонақжайлық қазірге дейін жалғасып келе жататын дейді. Оның тіпті малшылары малды алып апарып бір жаққа сатып келсе де, оған кейін қанша шықты, не нәрсе алдыңдар деп сұрамайтын да дейді. Қожабергеннің мырзалығы, Қожабергеннің сенімділігі сондай, өздерің аман келсеңдер болар әйтеуір деп отыра беретін дейді. Қожаберген сондай елді асыраған бай еді дейді. Бірақ оны ойландырып қазір келе жатқан кешегі жиналыста болған оқиға дейді. Бүкіл ауылды, бүкіл байлардың барлығын итшеккенге айдатып, түрмеге қаматып, малдарыңды кезінде сендер мынау кедей кепшіктен жинап алғансыңдар деген Совет үкіметінің үлкен бір дағдарысында еді дейді. Сол кезде Қожаберген шыдай алмай қалды да орнынан атып тұрып, басым ашы дейсіңдер ме? Барымта дейсіңдер ме? Керек болса қой әне тұр, айда да кет деп қатты айқайлап қалып еді дейді. Сол кезде сол жерде тұрған бір үлкен лауазымның біреуі атып тұрды да, Қожаберген, осы сөзің үшін ертең итшеккенге айдатам, отбасыңмен бірге құртам, қызыңды қор қылам, ұлыңды құл қылам деген еді дейді.
және олар істейтін істеп те жатыр еді дейді. Барша халықтардың біразына сол бір істерін істеп жатыр еді дейді. Қожаберген одан хабардар дейді. Сол ойы түнімен ұйықтатпастан Қожаберген еліне жете алмай келе жатты дейді. Оның ойы өзі емес дейді. Оның ойы 17-ге келген енді ғана бой жетіп отырған Ғалиясы мен 15 жашар Гүлбаршын еді дейді. Және 10 жастағы өзінің соңынан ерген жалғыз тұяқ Бердібек еді дейді. Қатты ойландырды дейді. Елдің естуі бойынша бұл жерге қалуға болмайды. Қалса, жаңағылар ит жеккенге айдатады. Отбасыларды түгелмен айдатып атқан олар дейді. Сөйтті де Қожаберген басқа шетел асуды ойлады дейді. Иран асып, Тәжік асуды ойлады дейді. Бірақ одан да қорықты дейді. Себебі Тәжіктен де асып бара жатқан ағайындан да хабар келіп жатыр. Ол жерде де ұлын құл қылып, қызын қор қылып, әйелін күң қылып, өздерін парша-паршасын шығарып жатқан хабарды жиі естіп отыр дейді. Бұл ауылда ешбір бай қалмаған дейді. Қожабергеннің ойы сан-санға бөлініп, ойы онға бөлініп келе жатты да бір шешімге бекіді дейді. Сөйтіп үйде келіп Биялайға баршасын айтты дейді. Биялай оның әйелі еді дейді. Түгізіне тік қарамақ түгілі, қарсы сөйлемек түгілі, Қожабергеннің көзіне тік қарамайтын Биялай соңына дейін көзін жасына алып отырып тыңдады дейді әңгімесін. Тыңдап болды да, Қожаберген, сонда қайтпекпіз. Мынау Гүлбаршынды сенің айтуың бойынша үкілеп өсіріп атқан Ғалиямыз бен Гүлбаршынымызды есік алдында жүрген мынау тазбас 50-ден кеткен Есенбайға қалай бересің? Анау Қалдыбайға, Ақсақ Қалдыбайға Ғалияңды астына қалай салып бересің деп жылады дейді. Өзгертші мына шешімді Қожаберген, қайтшы мына шешіміңнен. Одан да сенмен бірге болайықшы. Елді аралап сол Тәжікстанға немесе Түркіменстанға кетейікші деді дейді. Қожаберген болмайды деп айтты дейді. Естіп отырсың. Ана жерде қорланып, зорланып жатыр. Болмайды. Биялай, түсін. Мен бұл шешімге жүрегімді өртеп баратса да бардым. Осылай болады деп бекінді дейді. Сен қыздарды шақырда айт деп айтты дейді. Мен Гүлбаршынның текті тентек екенін білем. Гүлбаршын бірден етіп алып шығады. Менің ойлап отқаным Бердібек 10 жасар артымда қалған тұяқтың менің ұрпағымның осы жерде өрбуі деп айтты дейді. Сөйтті де Биялай қайтадан жылады дейді. Қожабергеннің сөзіне қарсы келмеді дейді. Бірақ Қожаберген, айтатын болсаң қыздарыңа өзің айтшы деді дейді. Сөйтіп Қожаберген, онда қыздарымызды ұзатсақ деп дайындап қойған әшекейлердің барлығын шығар деп айтты дейді. Барлығын шығарды да жабуға тікті, дайындады, күтті. Ертесі күнің кешкісін екі қызды шақырып алды да 3 аттылы болып жолға шықты дейді. Гүлбаршын мен Ғалияның ойында еш нәрсе соғады дейді. Гүлбаршын мен Ғалия сондай айдай сұлу болған, текті болған, бүкіл ел қызығатын екі ару еді дейді. Оның сұлуынан бөлек тектіліктері бүкіл елді қызықтыратын дейді. Гүлбаршынның әсіресе тентектігі бөлек еді дейді. Сөйтіп үшеуі жолға шықты, біраз жол жүрді. Біраз жол жүргеннен кейін барып бір таудың бөктеріне келді де, сол жерге азғантай демалды да, мына жерде біраз осы елді қорғап қалған, қызды қорлатпаған батырлардың сүйегі жатыр. Олар бізден әлде қайда бақытты. Олар өздерінің ұрын бұтағының қор болғанын көзімен көрген жоқ, соңына дейін күресті. Сондықтан да біз тірі қалдық. Ал мынау дәрменсіз болған өзімді күйімді көріп, сондай іштей жылап тұрмын деп өз-өзіне күмбірледі дейді. Сөйтіп Ғалияға айтты дейді. Ғалия, сен даусың керемет еді ғой. Бір сырнатып тұрып Құран оқышы. Мына ата-бабаларымызға бағыштайық деп айтты дейді. Сенің даусыңды естіп қалайыншы. Түбінде көңіліме осы сенің даусыңдағы Құранды әкеліп жүрермін деді дейді. Түбінде осы Құранды көңіліме әкеліп жүрем деген сөзі Ғалияны ойландырып тастады дейді. Бұның ар жағында үлкен сыр бар екенін түсінді дейді. Ғалия бірден әкесінің айтқанын орындады. Әдемі қылып Құранын оқыды. Ары қарай үшеуі жолға тартты дейді. Түнделетіп жүріп отырып межелеген жерлеріне жетті дейді. Бір таудың бөктеріне келді де, өзі дайындап қойған жерге келіп, жерді қазды да алтынды алып беріңдер деп айтты дейді. Дайындаған апанды алды да алтынды салып қойды дейді. Салып көмдеп жапты да төменге түсіріп екі қызына әңгіме бастап айтты дейді. Қыздарым, заман бұлай болып кетеді деп мен ойламадым. Ішкеніміз алдымызда, ішпеген артымызда күн кешіп жатыр едік. Екеуіңді үкілеп, осы бір үлкен деңгейде
сендерді ұзатып шаламын деген ойым болып еді. Мына әшекейлерді соған дайындаған едік. Қаншама ел сендерге қызығады. Сол екеуінің қызығын көремін деп, Бердібегімнің тұяғын қызығын көремін деп жүрген кезде мынау үлкен қырсық шалды. Шешім осылай болды. Гүлбаршын, Ғалия, тектісіңдер ғой, соңына дейін тыңдаңдар, сөзімді бөлмеңдер деп. Сөйді де былай деген әңгіме айтты дейді. Біз анаңыз екеуміз осындай шешім қабылдадық. Біз кетіп барамыз. Бердібек менің жалғыз тұяғым. Мен сен екеуіңе сенем. Сендерге сенгендіктен екеуіңе ұлымды тастап барам. Аман қалу үшін есік алдында жүрген Есенбайға, екіншісін Қалдыбайға күйеуге шығасыңдар. Бұл сондай шешім болды дейді. Есенбайдың құлдығы сондай, Есенбай 50-ден кеткенмен шашының барлығы түсіп қалған еді дейді. Есенбайдың басы тілім болып жарылып кеткен. Не деп, не қойғанын да білмейтін бір жар емес біреу еді дейді. Ол тексіздігі сондай, тек қана өзінің алдындағы 10 қойын ғана білетін адам еді дейді. Ол қашан келді бұл жерге, қалай келді, Есенбайға қызық емес дейді. Тіпті үйлену, ұрпақ өндіру деген ойының миына да кіріп шықпайды дейді. Оның алсатын басындағы тілім болып жарылып кеткен жарасына қойдың майын жағу еді дейді. Сөйтіп өзінің күнін көріп жүрген біреу ақ дейді. Осы үйдің жалшысы. Ал Қалдыбай болса ақсақ, ол да тексіз. Елдің айтуы бойынша бұл екеуі бір кезінде, шапқыншылық кезінде аталары қолға түсіп, содан құл болып өмір сүріп, құл болып келе жатқан, еш нәрсені білмейтін сондай бір екі адам еді дейді. Жастары 50-ден кетсе де ұсқындары 80-90-ға келіп қалған біреулер секілді дейді. Сөйтіп баршасын айтып берген кезде Гүлбаршын орнынан тұрды дейді. Әке, не деп отырсың? Не әңгіме мынау? Сонда анау басы таз болып жарылған Есенбайдың қойнына Ғалия қайтып жатпақ. Мен өзімнің бақытымды табамын деп отырған кезде анау ақсақ Қалдыбайдың жанына күйеу болып қалай аталады? Ойлап қарашы, әке. Сонда менің, білесің бе әке, мен арасында Қалдыбайға көмектесемін ғой, мал суғарып жатқан кезде. Сол кезде анау қауғаны көтере алмай, езгісі шығып жатқан кезде бар, көмектесетінді көрген шығарсың. Мен аяғаннан емес әке, анандай еркек болмай-ақ қойшы деген қатты ішімде намыс оянады. Сөйтемде барып қолынан қауғаны жұлып алам, дір-дір қағып, анандай жерге менің көлеңкемнен қорқып тұратын Есенбай менің үстіме жатама сонда дейді. Ол жерде әкесі үндей алмады дейді. Сол кезде Ғалия тұрды. Тоқташ Гүлбаршын, тоқташ. Алдымыздан ақ күн туар деп жүрген кезде осындайға душар болдық. Бұлай болады деп ешкім ойламаған. Ғалияның ойына сол кезде өзіне келіп жүрген, сөз байласып жүрген қияқ мұртты бір жігіт есіне түсті дейді. Ол сондай әдемі сері жігіт еді. Ғалияға келіп екеуі сөз байласып жүргенде біраз болып қалатын, кештіғырым келетін, екеуі серуендеп қайтатын. Сол кезде үйіп төгіп уәденің неше түрлісін беретін дейді Ғалияға. Бір күні күндердің күнінде келді дейді. Сөйтіп Ғалия, мен екеуміз бірге бола алмайтын болдық. Әкем шешім шығарды. Біз Иран асып барамыз. Әкем осылай деді. Кешір мені Ғалия, айтқанының барлығынан бас тартам. Екеуміз қосыла алмайтын болдық деп, сол бұйған күйі тұрды дейді. Ғалия сол кезде қарап тұрып, ішінен ойлады дейді. Егер де осы бір махаббатымыз рас болғанда, сенің ер жігіттік сөзің рас болғанда, бас сауғалап, үйден де қашып, рұқсатын сұрамай, тау-таста аралап күн көрер едік қой. Сенімен осы қалған 2 жыл болсын, 3 жыл болсын, сенімен бірге өмір сүретін едім ғой деген ойы болды дейді. Бірақ ешқандай тіл қатпады дейді. Ештеңе демеді де бұрылып қарап тұрды дейді. Бір кезде ана жігіт, қияқ мұртты жігіт басын салбыратып ары-қарай кете барды дейді. Ғалия түсінді дейді сол кезде. Сенімен екеуміз бақытты боламыз, сенімен керемет боламыз деген сөздің барлығы, мен сені бақытты болам деген сөздің барлығы тек қана амандықта айтылатын жай сөз екенін түсінді дейді. Сол кезде барып Ғалия қайтадан кетіп бара жатқан жігітті қарап еді. Бұрыны жауырыны қақпақтай,
иығы тоқпақтай болған еңгезердей жігіт Ғалияның көзінің алдында солпиған сондай бір мүсәпір күйде кетіп бара жатқанын байқады дейді. Ғалияда ой болды дейді. Ерліктің жігіттің жігіттігі, жауырынның жауырын болуы ер жігіттің денесінде емес, тұратын сөзінде болып тұр ғой деп ойлады дейді. Сөйтті де әкесінің ойына керіп, әке, егер осылай сөз байлассаң, солай деп шешсең, біз бақилықпыз. Гүлбаршын, сен тентектігің бар еді ғой. Бердібекті өсір деген әкеміздің сенімін, аманатын ақтамасақ болмайды. Әке, егер де бізге осылай деп шешсең, әке аманат қылып тапсырсаң, біз көндік деп айтты дейді. Гүлбаршын да көнді дейді. Екеуі, үшеуі деп ауылға қарай қайтты дейді. Ал Есенбай болса, қойларын жайып қойып келді де, оның бірақ ісі бар еді дейді. Келді де бір жерден тастарды тауып алды да, банағы әкелген ыдысының ішіне салып, ішіне бір-екі қойды сауды дейді. Сауып келіп, отты жақты да соған қайнатты дейді. Оның күнделікті іс атқаратын осы еді дейді. Сөйтіп сүтті ішіп алды да, басын тыр-тыр қасып жатты дейді. Оның басына деген жаққан майы ағылған соншалықты ол үстіне де қарамайтын. Сөйтіп жағасының барлығы сап-сары болып кететін. Денесінің барлығын иіс сасып жүретін. Тіпті ол иісті ешкім сезбейді деп ойлайтын. Тіпті бағаламайтын да дейді. Арасында ауылда осындай байлардың барлығын тұтқындап жатыр екен, байлардың барлығын отбасымен итшекеңге айдатып жатыр деген сөзді естіп қалатын дейді. Бірақ Есенбайда оны толықтырып түсінетін сүйсікті жоқ еді дейді. Әкесі екі қызына қарап айтты дейді. Естерінде болсын, қыздарым. Құл құлдығын жасайды. Құлдың көргені қамшы, жегені таяқ. Бір күні көз тойып тамақ ішсе, ертеңгі күні ешкімді танымай қалады. Сол кезде сендердің денелеріңе қамшы батуы мүмкін, өзінің ойындағысын жасуы мүмкін. Сол кезде солдың ісімен себепті Бердібек соққыға жығылып қалмасын. Бердібек сүйекпен шыдар, етпен шыдар, бірақ жүрегі кетіп қалмасын. Есі екеуіңе аманаты тапсырдым. Жүктерің жығылар, қисаярсыңдар, бірақ осыған шыдас беру керек деп айтты дейді. Сөйтіп үйге келді де Есенбайға жақындады дейді. Есенбай бұрын өмір бақи Қожабергенді жайлаудан көрмейтін дейді. Сөйтіп атып тұрды да бірден амандасып сасқалақтап, "Я, Қожеке, кел Қожеке" деп. Ол өзінің не айтып, не түсініп тұрғанда көп біле бермейтін дейді. Сөйтті де Қожаберген, "Есенбай, Қалдыбайға айт, кешке қарай үлкен маңызды шаруа бар, үйге келдіңдер" деп айтты дейді. Кешкісін Қалдыбайды ертіп Есенбай үйге келді дейді. Тіпті табалдырықтан аттап көрмеген екеуі сыртта тұрды дейді. Қалдыбай Қожаберген екеуіне отырғызып қойып біраз әңгіме айтты дейді. "Менің сөзімді бөлмей тыңдаңдар. Сендердің қайдан келгендеріңді, қалай болғандарını мен білмеймін. Замана осылай болды. Мүмкін келерміз, келмеспіз. Сөзімді бөлмей тыңдаңдар. Осылай болғаны, бұл екі қысымды сендерге беруімдегі ар жағындағы ойды ойламаңдар. Сендерге бір еңбегім немесе өтеуім болмай қалды деп. Сендерге еңбегіңді бұрыннан да беріп келем. Сендерге аманат етіп осы екеуін тапсырып барам" деп айтты дейді. Негізі Биялай қарсы болған еді дейді. Биялайдың қарсы болуы ол екеуін емес басқаға берсе қайтеді деген ой болып еді дейді. Бірақ Қожабергенде ол жерде ешкім Қожабергеннің қыздарын алмайтын дейді. Алатында еркек қалмаған. Егер кім-де-кім алатын болса, оны да басмашылар келіп ұстауға кететіні белгілі дейді. Ол барлық еркек одан қорқады. Сондықтан да ал Есенбай мен Қалдыбайдың қолында қалатын болса, кедей-кепшіктікке де болды деп, оларға басмашылар мән бермейтін еді дейді. Сөйтіп екеуіне бәрін тапсырған кезде Қалдыбай мен Есенбай таң қалды дейді. "Қожайын, уайымдамаңыз, біз сонда қалай, мен Ғалия менікі, Гүлбаршын, екеуміз қалай" деген нәрсемен қалды дейді. Ол бір ар жағындағы нәрсесіне де Қожаберген алаңдамады дейді. Сөйтті де "Қожайын, уайымдамаңыз, біз бағамыз, қағамыз" деді дейді. Бірақ Қожабергенге бұл сөздер қызық емес еді дейді. Сөйтіп бүге шегесіне тастап, барлық дүниелерін тастады да, Қожаберген кешкісін Биялай екеуі шығып кетті дейді. Үйде тек қана шамның жарығының айналасында бір-бірін құшақтаған күйі көздері мөлт-мөлт жылап Ғалия, Гүлбаршын, Бердібек қалды дейді.
бір кезде есіктен Қалдыбай мен Есенбай кіріп келді дейді. Кіріп келді де Қалдыбай мен Есенбай бір-бірін итеріп төрге шықты дейді. Бұрын есіктің табалдырығын аттай алмайтын Қалдыбай, Есенбайлар бір-бірін итеріп төрге шықты да, Есенбай қара, қожайын бәрін тастап кетті. Өтірік айтпапты. Так, былай болады деп өзі бастады дейді. Қара жітті Гүлбаршын, так, сен Ғалия мен біз Гүлбаршын екеуміз осы үлкен үйде тұрамыз. Есенбай мен Гүлбаршын, Бердібек үшеуі төменгі татамда тұрады. Біз Гүлбаршын екеуміз осы үйде тұрамыз деп айтты дейді. Сол кезде тентек Гүлбаршын 15 жастағы қыз орнынан атып тұрды да, ей, Қалдыбай деп айтты дейді. Бір күн шыдауға болмады ма? Тексіздігіңді тағы да көрсеттің ғой. Әлі мен сенің әйелің емеспін. Тыңдап қой. Егер де осылай шешім шығаратын сен емес, мына мен бірінші осы үйге Ғалия мен Есенбай тұрады. Мен екеуміз төменгі тамға тұрамыз. Бердібек олардың қолында болады деп айтты дейді. Ей, сен еркегіңе қалай сөйлейсің деп атқан кезде төрден тұрған қамшыны жұлып алды да жерді бір соқты да, Гүлбаршын бір соқты да Қалдыбайға шапты дейді. Екеуі бұрыннан қамшы жеп үркіп қалған екеуі бір бұрышқа тығылды дейді. Төбелеп тастады дейді. Екеуі сыртқа қашып құтылды дейді. Гүлбаршын келіп көзінен, есік жабылып қашып кеткеннен кейін бірден көзінен жас пор ете қалды дейді. Банадан бері әрең шығып тұрған Гүлбаршын жылап тұрған Ғалия мен Бердібекке келді де, Бердібек деп айтты дейді. Басыңды көтер. Әкем мына қамшыны қалдырып кетті. Ұмытып кетіп пе, немесе үйдің тұтқасын жалғастырды ма білмеймін. Мынау сенің аманатың. Мынау саған, енді қамшыны бекем ұста деп айтты дейді. Бердібек жылап тұрған күйі қамшыны алды дейді. Сөйтіп, біраз өміріміз өмір болмады дейді. Құл-құлдығын жасады. Өте ауыр болды. Бір күні хабар келді. Біраз қиналдық. Есенбай өзінің құлдығын жасады. Өте ауыр қылды. Өміріміз сол күні бастап қатыгездікке айналды. Қиналдық. Әкемізді де қатты ренжідік. Бір күні әкемізден хабар келді. Әкемізден бір күні үйде отырған кезде Есенбай қойдан келіп еді, ал Бердібек қойды бағып кеткен еді. Түскі мезгілде шөлдеген бір жігіт кіріп келді дейді. Кіріп келген бойда су сұрады дейді. Ал Есенбай болса келгенде кеткенде адамдардың біріне де амандаспайтын дейді. Ол қонақ келсе жек көретін дейді. Сол кезде Ғалия бірден тостаған ұсынды дейді. Дастархан жазып жатқан кезде ана келген қонақ Есенбайға қаратты. Өзің бір амандасуды да білмейтін, қонақты төрге шығаруды білмейтін бір тексіз бірлесің ғой деп айтты дейді. Ол да Есенбай күңк ете түсті де орнынан тұрып далаға шығып кетті дейді. Бір кезде ана кісі қарап тұрды. Қарағым, істеген ісіңнен, қимылыңнан, мына үйіңнің жұпынылығына емес, сенің бойындағы бір тылсым дүниеден тектілікті байқап тұрмын. Кімнің қызысың деп айтты дейді. Сол кезде Қожабергеннің қызы едім деген кезде ана кісі бірден таныды. Сен Қожабергеннің қызысың ба? Қожаберген екеуміз Биялаймен үлкен көшке шықтық. Жол жүрдік, біраз қиналдық. Сол кезде Ғалия елең ете қалды дейді. Сол кезде барлығын айтып берді дейді. Біз үлкен сапарға шықтық, қатты қиналдық. Тәжікстан асқаннан кейін Биялай ауруға шалдықты. Сандырақтады, ауырды. Содан кейін Қожабергенге айтты, осы жерде қал. Қожаберген бір-екі күн күтші. Осы жерде менің не әрі не бері жүретін байқалады. Осы жерден демалдашы деді. 2 күн бойы Биялайдың қасында болдық. Түнімен айтқаны. Сандырақтап жатып Гүлбаршыным, Ғалия, Бердібекім деп жылап жатты. Көпке бармады. Ертесі күні қайтыс болды. Мен сол жерде ауылыма қайттым. Сол кезде әкең айтып еді. Егер көрсең, осы жерге дейінгісін айтып берерсің. Қызым Гүлбаршын, Ғалияма сәлем айтарсың. Бердібегім аманат оларға деп еді. Деп осы жергеден айтып берді. Ары қарай ол кісі жол жүріп кетті дейді. Өмір бақи қор көлдік. Жүк ауды, қиналдық. Сол күні түнде келіп төсегіме жаттым. Есенбай келіп қасыма жатты. Жанына жоламақ түгілі алыстан иіс сасып жүрген қақпас шалдың өзі қасына жатқан кезде қандай жеркенішті болды. Өте қатты қиналдым. Берілдім, берілмедім, тірестім. Қылғысы келді.
итеріп тастадым. Қандай иісі жаман еді. Түнімен жылап-жылатып ұйықтап кетіппін. Бір кезде үлкен ауыр зілден ояндым. Енді көзімді ашсам, сондай бір сасық иісті сездім. Қарасам, Есенбай өзінікін жасады деді. Күнмен жыладым. Сол сәттен бастап өмірім құрдымға ұшырады. Бойыма бала бітті. Сүймеген құлдан сүйкімсіз ұл туады деген мынау соның баласы деп айтты дейді жаңа тегіс балам. Бойыма сүт дарымады. Ешкінің сүтімен асырадым. Қиналдым. Өмірдің үлкен ащысына түстік. Кей кезде Гүлбаршынды қызғанып қоятын да бар. Оның Қалдыбай деген сәл ғана ақсақ болмаса, әйтеуір Есенбайға қарағанда тәуір еді ғой. Орыннан әрең тұрдым. Өмір бақи керісумен болдым. Алла қалап, өзіміздің өмірімізді осылай жүкпен өтірдік. Сол кезде әйтеуір көштен қалмадық. Қанша қиналсам да, еркегімнің ит болса да еркегім ғой деп сөзін жерге тастатпадым. Гүлбаршын да қиналды. Бердібек те қиналды. Біраз қиналумен өміріміз өтіп жатты. Бір күні әйтеуір өзіміз итшілеп өмірмен сүріп жаттық. Ғалия сол кезде отырды да, әкеміздің аманаты мойнымыздан жүк болып түспеді. Ақыр соңында бұл Есенбай да қартайып дүниеден өтті. Қалдыбай да дүниеден өтті. Бердібекті жеткіздік деп айтты. Бердібек қазір осы ауылдың тамырын тереңге жайған үлкен әулет болып отырған бір шаңырақ болды. Осы елдің үлкен ұлы бай азаматы болды деп айтты дейді. Деді де аяқтады да сыртқа шықты дейді. Біз де ешнәрсе дей алмадық. Қарақтарым, осылай күн кешіп жатырмыз деп өзінің сөзін аяқтады дейді. Біз ешнәрсе дей алмадық. Есік алдына шықтық та, шыққан кезде жаңағы бізге келгенімізге қайдан келдіңдер деп отқандай қылып, жаңағы жігітті көрдік дейді. Сөйтіп үйімізге кете бардық дейді. Бұл ой далада қалмасын. Аналарымыздың тектілігі ұрпақ білсін деген күймен айтып отырмын деп Сарадай өзінің әңгімесін аяқтады дейді. Бұл әңгімені ең алғаш рет тыңдаған оқып шыққан кезде бұл Ғалия мен Гүлбаршынның тектілігі. Әлбетте, ондай аналарымыз көп болды. Ондай аналарымыз, батыр аналарымыз ұрпағын сүйреп өзінің өмірін құрбан еткен осыншалықты деңгейдегі аналарымыз көп болды. Халық ауыз әдебиетінің де мықтылығы сол. Менің ойымда өскелең ұрпақ өткендерді ешқашан ұмытпау керек. Өткен қиыншылықтарды да мойындай білу керек. Сол кезде адамның алдындағы жарқын күндері одан сайын жарқырай береді деп ойлаймын мен өзім. Керемет Нұрге, керемет. Ойбай Нұрге, жалпы осы ақ кемпірдің әңгімесін мен сіздің аузыңыздан бірінші рет естіп жатқан жоқпын. Әр естіген сайын және осы ақ кемпірдің соңы бір өзгеріп кетсе екен деп отырамын ішімнен. Олай болмай ақ қойса екен соңы деп бір өте әсерлі қылып, керемет қылып айттыңыздар. Осы тұста бір сұрақ келеді ойға. Және соны бір қорытындылай кете, осы бір сұрақтың жауабын сіздерден сұрасам деймін. Жалпы адамға тектілік деген нәрсе туа бітетін нәрсе ма? Әлде оны бір жүре бара қалыптастыруға келетін бір мінез дейміз бе, оны бір сондай бір жүре бара қалыптаса ма ол нәрсе? Қалай ойлайсыздар осы тұрысында? Өз ойыңызды Қамеке айтып жібересіз бе? Сіз қалай ойлайсыз? Мен ойлаймын, Қамеке, тектілік негізі бұл бір нәрсемен әрекет жасап жетіп алатын нәрсе емес. Бұл адамның қанында болатын нәрсе деп ойлаймын. Бұл адамның туа бітті бойында болатын, оның тұқымдағы нәрсе деп ойлаймын. Бұл тектілік иман емес. Тектілік деген намаз оқыған адам, иманды болған адам, күшті болған адам, ол тектілік деп саналмайды.
тектілік ол адамның тұқымынан келетін нәрсе. Ата бабасының дұрыс болуы, дұрыс тамақ ішуі, дұрыс жүруі, дұрыс әңгіме тыңдауы. Енді бір сұрақ болуы мүмкін, бірақ тектілік деген нәрсе жарайды, жақсы, сонда тексіз адам тексіз болып жүре бере ме деп. Жоқ. Иә, осы сұрақ. Тексіз адам тексіз болып жүре бермейді. Қазақта мынандай бір, біз Қанбеке шыны керек, өткеннен кешеден бері айтып жатқан әңгімеміздің түйінінде көп нәрселерді сіз айтасыз ғой, дұрыс түсінбегендіктен ғой біздің шатасып жатқанымыз деп. Қазақта мынандай сөз бар. Баланың жақсысы нағашыдан деген сөз бар. Көбіне айтылған кезде тамадалардың, асабалардың бір тойда нағашысын шақырып сөйлететін, немесе нағашысын жиенінің жетістігіне мақсатын қуанатын адам қылып айтады. Жоқ. Баланың жақсысы нағашыдан деген сөздің ар жағында әрбір адамға баласының алдында әрбір ер адамның 3 міндеті бар. Соның ең алғашқысы дұрыс ана таңдау. Ал дұрыс ана таңдау үшін дұрыс жерден қыз алу керек. Егер кез келген ер адам, кез келген адам өзінің баласын дұрыс болған қаласа, текті болған қаласа, баланың жақсысы нағашына байланысты болады деген сөз. Яғни дұрыс жерден қыз алу, дұрыс жермен отауласу, текті жерден алу. Егер де санасында болатын болса, дұрыс тұқым қалдырайын, дұрыс ұрпақ тәрбиелейін деген, ол текті жерге қызығады. Текті жерден. Сондықтан да қазақтың текті жерге қызығып, байлы жерлерге сондай нулы жерден барып қыз алатындығы сол. Ал екінші мағынасы жаңа әкесінің бағып отқан. Егер де ер адам сонда қызды бағып отырады, менің түсінігімде, бұл жеке пікірім. Ер адам бағып отқан кезде текті қылып тәрбиелеуге тырысу керек. Менің ойымша, қазақтың бойындағы осы бір қасиет ешқашан жойылмау керек. Ол қазақ қашанда өзінің намысын қыздың ар ұятымен сынаған ғой. Махамбет атамыздың өзі қатарланған қаранар аркеннен кесіп алған күн, алма мойын аруды ат көтіне салған күн дейді. Яғни сондай зұлмат болған заманда айтып береді де, түсқыла көр құдайым бізді тақпаймен астасқанға ер Исатай өлген күн дейді. Яғни ер адамдар өліп қалғаннан кейінгі болатын жағдайды көрінісін айтып жатыр. Тектілік жайында біраз әңгіме айтуға болады негізі. Бұхар жырау атамыздың өзі айтады. Таудан аққан тасбұлақ қимай қоймас теңізге. Жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да, тартпай қоймас негізге дейді. Адам бәрібір өзін тегіне тартады, кетіп қалмайды. Екіншісінде Абайдың өзі де айтады ғой, абай болып қалыптасу үшін, анау көп жерде айтамыз ғой, доңыздың шөбін басқан жегізбеген деген сияқты, дәретсіз емізбеген деген секілді. Абайдың абай болып қалыптасу үшін жесі зере болды оның деген секілді. Анау Абай 20 жасына келген кезде Жанқұтта би келеді ғой Абайдың үйіне. Абайдың үйіне келеді де, Абайдың бұрыннан мықты екенін шамалап бағалайды. Сонда айтады ғой Абайға сұрақ қойып, Абай осы дүниенің үмітіне сүйенері не дейді. Абай бірден жаңылмастан дүниенің сүйенері үміт дейді. Екінші, шамның түспесі бар ма? Шам өзінің түбіне түспейді дейді. Пышақ көзін кеспес, пышақ өзінің сабын өзі кеспейді дейді. Болат пышақтың кеспесі бар ма деген, болат пышақ өзінің сабын өзі кеспейді дейді. Сонда айтады, соңғы сұрағы. Мақұлқат тамағына тартпай туатын мақұлқат бола ма дегенде, тегіне тамағына тартпайтын мақұлқат болмайды дейді. Таңғалады да Жанқұтта би кері сұрайды ғой. Осыны өлеңмен айтшы маған дейді. Біліп отыр ғой, Абайдың ақын екенін біледі. Сонда былай жаңылмастан былай дейді. Сіз сұңқар самға ұшқан қиядағы дейді. Мен балапан талпынған ұядағы. Өрнекті өлең сөзбен жауап берсем, дүниенің жалғыз үміт тиянағы. Шам түспес өзінің тамағына, болат пышақ өз сабын өзі кеспес, мақұлқат тартпай тумас тамағына деп жауап береді. Бұл кезде Жанқұтта би қатты риза болады. Айтқым келгені, Абайдың абай болып қалыптасуы, ол Махамбеттің махамбет қалыптасуы, Өтемістен туған, оны мұзаққа қонған Өтеміс осал болған адам емес. Бұлар құлмәліден тарайды. Құлмәлідер кезінің батырлары. Одан шыққан ұрпақтың төмен болуы, аласа болуы, алтаудан абадан шығуы, бұл тектіліктің белгісі. Мен ойлаймын, осының барлығы біз тұрысуымыз керек нәрсе. Дұрыс жөнді әңгіме тыңдау, дұрыс нәрсені тыңдау да баршасы тектіліктің деп ойлаймын. Керемет, келсем. Өте әдемі. Қанбеке, сіздің ойыңызды білуге болма, және бұл жерде бір қосып кететін нәрсе, тектіліктің дәрежесі болады ма екен? Қалай болады? Енді менің өзімнің тектілікке көзқарасым, кім өзін жаман дейді, кім ата бабасын жаман дейді. Кез келген бір қазақтан сұра, бәріне өзінің ата бабасы герой, өзінің ата бабасы батыр. Қазіргі біздің заманымызда
жаңағы тектіден шыққан текті адам ата бабамыз текті болған деп айтпайды. Ол жүргенде шығар арамызда. Оны білмейтін де шығармыз оларды біз. Жаңағы жақсылар жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айқайлайды. Жүрген соң баурайында күнде көріп, таудың да биіктігі байқалмайды деп. Қаншама таулардың биіктігі байқалмай жүрген шығар арамызда. Ал енді қазіргі біздің мына 21-ші ғасыр толығымен техникалық прогрестің бір шыңында, биігінде тұрған заманда, әлеуметтік желіге телмірген заманда, ырықты түрде, ырықсыз түрде телмірген заманда, тектіліктен гөрі техниканың дамып жатқан заманында қазір көп адам мән бере қоймайды тектілікке. Сондықтан да қазір әңгімені әріден түсінетін адам оларды сол тектілердің берік жақтағы анау нелеріміз шығармыз. Иә, солардың бір Майда бірдеңелері ше, бер жақтағы. Ешкім өзін тексізбін деп айтқысы келмейді ғой. Иә, егер бір жақсы адамды көрсек, тектінің ұрпағы деп, оны ғана айтқанымыз басқаларға топырақ шашқанымыз емес. Біз қазақ, біздің тегіміз кім? Кешегі түркілер ғой. Тегіміз. Әріден түсінейік әрбір жайды дейді ғой. Мұхаммеджан Тазабек. Сондықтан да мен бір 4-5 ғасырдың төңірегінде емес, жалпы біз тектілік жайында айтатын болсақ, сол түркілерге барып табан тіреміз. Содан тарап отыр. Шыңғыс ханда, Әмір Темірде бәрі содан тарап отыр. Дей келе, ертең Дәжжалдың да соңынан еретін көп адамның түр сипатын сипаттаған кезде, сол жаңағы түркілерді сипаттаған түрлер келеді. Осы нәрседе біз қорқуымыз керек. Көрдіңіз ба ғибрат? Көкірек керіп кетпе деп тұр ғой. Мына жақтан масаттанам деп, мына жаққа еріп кетіп жүрме деп жүр ғой. Тұрғы бұл жерлі. Осы нәрсені Ерлан Ақатаев өзінің жаңағы сиранесінде айтады, лекциясында. Мен оны неден шығарып отқан жоқпын, жаңағы аудио лекциясында айтады. Сол тыңдағанды айтып отырмыз жүрді. Тектілік дегеніміз сол ар жақтан келе жатқан дүние. Иә, енді қазір заманға сай, ортаға сай, ай дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқтың дәуіріне келіп отырмыз біз қазір. Нақты бәріміз кісіміз, бәріміз білеміз қазір. Сондай болып қалдық, өкінішке орай. Бәріміз білеміз. Қолымызда, кімнің қолында телефон, айфоны бар, кімнің қолында Инстаграм, тиктогі бар, солардың бәрі біледі. Біреудің айтқанына, біреудің айтуына, біреудің сар емес, жаңағына ең үлкен қарғыс, өзің білме, білгеннің тілін алма дейді ғой. Осындай бір заманға сай келіп отырған кезде туралықты танып, жаңағыдай иман, қазіргі бізге көзімізге көрінетін тектілік дегеніміз ар жақта бір біліміміз ашылып, тарихымыз бен әдебиетімізге санамыз ашылған кезде барып қармайтын нәрсе ол. Кез келген адамның тісінің ар жағынан өтпей, ерінің бер жағынан шыққан тектілікке масарып кететін нәрсе емес. Жалпы анандай халық екенбіз. Өткенде Есен ағам зор айтты. Есен ағаммен отырып сөйлестім. Ол кісі айтады, 12 жасқа дейін біздің қазақ балдарды таза қазақы тәрбиелеу керек дейді. 12 жасқа дейін. 12 жасқа дейін. Өзінің ойын айтып жатыр. Ол кісіде анандай жоқ. Ой, деп саясатқа налып, қазіргі дұрыс емес. Ондай жоқ. Өзінің ойын айтып жатыр ол кісі маған. Екеуміз сөйлесіп жатырмыз. 12 жасқа дейін баланы қазақы тәрбие. Кәдімгі анандай. Қазақ тілі. Біздің тереңдігіміз, қандай ұлт болдық, біз қалай, ата-бабамыз қалай болды. Осы нәрсені шынымен танып, білдіріп әбден сіндіргеннен кейін, 12-13 жасқа келгеннен кейін өзге тілдерді кәдімгідей тереңдетіп тұрып үйрету керек дейді. Ағылшын, француз, жапон тілдерін үйрету керек дағына, сол кезде мектеп бітіргенге дейін үйретіп, сосын барып шетелге оқуға жіберу керек дейді. Тамырын нықтап байлап. Сонда шетелдерде де билік басына отыратын сұлтан бейбарыстар шығуы ықтимал деп айтып отыр да. Есін аға. Мен осы нәрсеге ойланып қалдым, шынында да. Осы нәрсеге ойланып қалдым. Біздің Құдайға шүкір,